Reddit қолданушылары, егер де лотерея ұтып алсаңыз, не істейсіз? Видеоны бастамастан бұрын біздің YouTube арнамызға подписаться етуді ұмытпа, және де достарыңа таратып лайк бас. Осылайша біз қазақша контентті тезірек дамыта аламыз. Мамам көп затқа лайық, соның барлығын сатып алып беремін. Бір бөлігін туыстарыма, бір бөлігін уақыт өткізуге, бір бөлігін бизнеске. Таңғы асқа бельгиялық вафли жеймін, және Бельгияға барып жеймін. Мен ештеңе істемеймін, мүлдем жұмыс жасамаймын онда. Әкемді жұмыстан босатып аламын, сосын бірге ресторан ашамыз, өзім сонда жұмысқа кіремін. Ақшам біткенше қыдырам, әлем сондай қызық. Қымбат спорттық көлік және теңіз жағасындағы үй аламын. Қоғамға талмай қызмет етіп жатырған адамдарға сыйлықтар алып беремін. Дәрігерлер, аула сыпырушылар, олар көп қой, ешқайсысын елемейміз. Оларда адамдар. Жасырын бай боламын. Көп ақшамды шашпай, жаймен өзіме керекті заттарымды сатып алып жүре беремін. Егер біреулер байқап қалса, бір бай туысым ақшасын маған мұраға қалдырды деп айтамын. Сосын жай өмір сүре беремін. Универ оқып, жоғары білім аламын. Одан соң бір саланың докторлық дипломын оқып аламын. Сосын колледжде немесе универде сабақ беремін. Адамдарға жақсы білім бере аламын сол кезде. Үлкен әрі әдемі ванна сатып аламын. Сол ваннада жатып кітаптарды оқимын. Ақша туралы ойламай өмір сүрем онда. Қанша ұтып алғаныма байланысты, егер көп ақша болса, Калифорнияға көшіп кетемін. Үлкен үй аламын, көп ойындар, еще жеке бухгалтер жалдап аламын. Ақшаларымды инвестицияға саламын. Қарыздарымды жабамын. Болды. Маған қымбат көліктер, үйлер, заттар керек емес. Жай ғана еркін әрі тыныш өмір сүргім келеді. Мен де соны жазғым келді. Шынымен еш қарызың болмай, тыныш өмір сүргенге ештеңе жетпейді. Қарыздарымнан құтылып болған соң адамдарға көмектесемін. Яғни жағдайы жоқ адамдарға көп ақша беріп көмектеспесем де, қажетті заттарын алып беріп көмек беру менің хоббиім болады. Сол кезде оларда өмір сүруге деген ынтасы арта бастайды. Мүмкін ол күшті заттар жасайтын болар, оларда басқаларға көмектесе бастайды. Осы нағыз дұрыс болады. Мен 2 әйел аламын, нағыз еркек. Ұтып алған ақшаларымды өзімнің қызығушылықтарыма саламын. Кітап жазу, сурет салу, әлемнен қарым-қатынас, және де достарыма ақшалай көмек бере аламын. Ең қызығы, мұражайларды жаңадан бастап жатырған өнерпаздарды қаржыландыра аламын. Меніңше ақшаны осылай жаратқан дұрыс секілді. Мен шағын, бірақ әдемі етіп үй салып аламын. Жалпы көп ақша құртпаймын, бірақ өте мықты компьютер құрастырып алатын едім. Қарыздарымды төлеп болған соң, үйдің жанына музыкалық студия салып аламын. Сонда күні-түні музыка жазамын. Өзім жаза алмасам, жазуға мүмкіндігі жоқтарға көмектесемін. Сол ақшаға тағы да лотерея билеттерін сатып аламын. Құдайым-ау, саған лотерея ойнамау керек. Барлық нәскелерімді лақтырып тастап, мыңдаған жаңа нәскелер сатып аламын. Өте қымбат видеокарталар мен процессорлар аламын. Ақшаның көп бөлігін ата-анама беремін. Өз қалағандарына жұмсайды. Жануарларды емдейтін және бағатын жер ашамын. Үлкен бөлмеге көп кішкентай ойыншық үйлерді жайып қойып, Годзилланың киімін киіп алып, қопарып ойнаймын. Менің фантазиям онша емес. Өте қымбат видеокарталар мен процессорлар аламын. Қайдағы қымбат көліктер әлемді айналып қыдырып қайтыңдар. Жаңа көп нәрсе көріп қайтасыңдар. Бәрібір ұтпаймын, еще мен ойнамаймын да. Мен үйде отыра берем, өмірге аса қатты қызығушылығым жоқ. Тамақтар мен ішімдікке жұмсаймын. Чипотле сатып аламын өмірінің соңына дейін. Егер де чипотле деген не екенін білмесеңіздер, бұл мексикалық соус. Көптеген аяқталмаған үйлерді сатып аламын және мықты жас архитекторларды, дизайнерлерді шақырып конкурс жасаймын. Кімнің үйі әдемі шығады, соны өзім аламын. Қалғанына ақшалай сыйлық, немесе қалған үйлерді сыйлаймын. Қазіргі жұмысымнан кетемін. 1 жылдық үлкен үзіліс аламын да шетелге қыдырып қайтамын. Ата-анама және әйеліме ақшаның жартысын беремін. Содан соң өзіме сай келетін ұнайтын жұмыс іздеймін. Үйде жұмыссыз отырғанда жаман. Мен уже жеңіп алдым. Адамдар, шын нәрсені армандайықшы, мен лото жеңіп алам деп армандамаймын. Мен сиқыршы болсам деп армандаймын. Ал сен лотереядан көп ақша ұтып алсаң, не істейсің? Комментарийға жазып отыр.